А координаталары -1 мен 6 және Б 5 те -4 болатын нүктелер арқылы өтеді. Түзудің теңдеуін формуламен жазыңыз. Ең алдымен бізге берілген екі түзу арқылы өтетін түзуді шамамен координаталық жазықтықта бейнелеп көрейік. Ол үшін бізге берілген координаталық жазықтықты сызып алайық. Y осі, ал бұл бізде X осі. Бәрекелді. Ал енді жалпы біз шамамен бізге берілген А және Б нүктелерін белгілеп алайық. А нүктесі бізде X -1, ал Y бізде 6, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шамамен ол нүкте бізде осы жерде. Ал енді Б нүктесі X 5-ке тең, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, ал Y -4-ке тең. -1, -2, -3 және -4. -4 шама 5-те -4 шамамен осы жерде. Ал енді біз осы екі нүктені қосатын бір түзу жүргізейік. Байқасаңыздар, біздің түзу осы екі нүктелер арқылы өтетіндіктен, біздің осы екі нүкте түзудің бойында жатады деген сөз. Байқап отырсаңыздар, мысалға шамамен осы нүктенің үстінен өтетіндей қылдыртып белгілесек, бізде шамамен осындай мән шығады. Нүктемізді белгілеп алайық. Нүктеміз жоғалып кетпесін. Ал енді біз ең алдымен түзудің теңдеуін формуламен жазу үшін бір нәрсені ескерейік. Біз кез келген теңдеуді Y тең болады KX қосылған B түрінде елестете аламыз. Яғни KX B түрінде жаза аламыз. Біздегі К дегеніміз бұл біздегі көлбеу немесе бұрыштық коэффициент деп аталады. Ал бұл өз кезегінде бізде осы мысалға бірінші нүктеден бастап екінші нүктеге дейін жету үшін Y өсі бойынша қанша бірлікке төменге түсеміз немесе көтерілетімізді көрсететін шаманы X өсі бойынша қаншалықты оңға немесе солға жылжитынымызды көрсететін шамаға бөлгендегі санға тең. Жалпы сіздерді шатастырмас үшін мен бұл жерге дельта Y, яғни Y өсіндегі біздің өзгеріс бөлінген дельта X деп жазсақ болады. Сәл көрінбей тұрса бұлай жылжыта салайық. Ал енді жалпы дельта Y дегеніміз бұл бізде, бұны біз биіктік деп атаймыз. Біз өйткені төменге түсіп немесе көтерілеміз, ал дельта X бізде бұл проекция. Ал бәрекелді. Ал енді біз бұны жазып көрсететін болсақ, дельта X дегеніміз бұл бізде проекция, ал біздің дельта Y дегеніміз бұл бізде биіктікке тең болады. Яғни биіктік. Сонда бізде жалпы К дегеніміз биіктік бөлінген проекция. Немесе басқаша айтқан кезде бізге берілген соңғы нүктенің Y-нен бастапқы нүктенің Y-ін азайтсақ, яғни Y2 азайтылған Y1, оны бөлуіміз керек соңғы нүктенің X-нен бастапқы нүктенің X-ін азайтып тастағанда, яғни X2 азайтылған X1. Бізге берілген екі нүктені біз осы мысалда қарастырсақ, бізде яғни А нүктесін бастапқы нүкте, ал Б-ны соңғы нүкте деп алсақ, соңғы нүктенің Y-і бізде байқап отырсаңыздар -4, ал бастапқы нүктенің Y-і бұл 6-ға тең. Және де X-термен дәл солай қарастырсақ болады. Және де бұл жерде ескере кететін жайт, Y2 алынған Y1 бұл бізде дельта Y, ал X2 алынған X1 бұл бізде дельта X-ке тең. Ал енді біздегі К-ның мәнін анықтап көрейік. Жоғарыда айтып өткеніміздей бұл бірінші нүктеден екінші нүктеге жету үшін Y өсімен қаншалықты төмен түсіп немесе жоғары көтерілетімізді көрсетеміз. Ол үшін біз, сіздер байқап отырсаңыздар, біз 6-дан, Y бойынша 6-дан -4-ке түсуіміз керек. Ал ол түсу үшін біз төменге қарай 10 бірлікке түсуіміз керек. Байқап отырсаңыздар, бізде осы дельта Y бұл 10-ға тең. Яғни біздің дельта Y-іміз 10-ға тең. Ал енді
бізге берілген y2 азайтылған y1 мен есептейтін болсақ, байқап отырсаңыздар, бұл дегеніміз y2 жоғарыда айтып өткеткендей -4 алынған y1 деген 6-ға тең, -4 азайтылған 6 бөлінген бізде енді x2 алынған x1. Ал бұл дегеніміз бізде байқап отырсаңыздар, бірінші нүктенің x-нен, яғни бірінші нүктенің x-нен ол бізде -1. Соңғы нүктенің x-і бұл 5-ке жету үшін x өсі бойынша қанша бірлікке қозғалатынымызды қарайық. Біз оған жету үшін x осі бойынша 6 бірлікке 10-ға жылжитынымыз белгілі. Ал енді бұны біз x2 алынған x1 формуласымен жазатын болсақ, ол жерде бізде x2 дегеніміз бұл b нүктесінің x координатасы бұл бізде 5 болады. 5 алынған a нүктесінің x координатасы бұл бізде -1 болады. Сол кезде бізде -4-тен 6-ны азайтсақ бұл -10 болады. Ал 5-тен -1-ді азайтсақ бұл бізде 5 қосу 1, яғни 6-ға тең. Сол кезде біз бұны қысқартып ықшамдасақ, бізде -3-тен 5 шығады. Яғни біздің k-мыз тең болады -3-тен 5-ке. Енді k-ның мәнін ескере отыра, біздегі дәл қазіргі сәттегі түзудің теңдеуі бізде y тең болады kx немесе -3-тен 5x қосылған b. Бізде әлі b-ның мәні белгісіз. Ал ол үшін біз жоғарыдағы бізге берілген екі нүктенің біреуін пайдалансақ. Бізде яғни, мәселен біз a нүктесін пайдалансақ, осы a нүктесінің x мен y-ін пайдалану арқылы b-ны тауып көрейік. Бізде a нүктесінің y-і бұл 6-ға тең жазамыз, яғни бізде 6 тең болады -3-тен 5 көбейтілген x, ал a нүктесінің x-і бұл бізде -1-ге тең қосылған b. Ал енді бұны әр қарай шығарсақ, бізде 6 тең болады -3-тен 5 көбейтілген, бұл жерде көбейтілген -1 бұл бізде +3-тен 5 және қосылған b. Ал енді бұл жерде біз бұның мәнін табу үшін теңдіктің екі жағынан да -3-тен 5-ті азайтайық. Азайту бізде -3-тен 5, яғни 6-дан 3-тен 5-ті азайтамыз, және де 3-тен 5 плюс b-дан 3-тен 5-ті азайтамыз. Сол кезде не шығатынын байқайық. Ал енді 6-дан 3-тен 5-ті азайтып, оны біз ортақ бөлімге келтірсек, оны мына шетіне жазып көрсетейін. 6 азайтылған 3-тен 5 біз ортақ бөлім келтірсек 3-тен келеді, немесе бұл дегеніміз 3-тен бізде 18 болады, азайтылған 3-тен 5. Байқап отқандарыңыздай, бізде екі бөлшектің бөлімдері бірдей, яғни сонда 3 қала береді. 18-ден 5 азайтсақ, бізде 13 шығады. 3-тен 13. Сол кезде бізде жауап теңдіктің сол жағында 13 бөлінген 3 тең болады. Бізде 3-тен 5 пен 3-тен 5 жойылады. Сол кезде b-ның өзі шығады. Бізде яғни b тең болады 3-тен 13. K берілген, яғни біз k-ны анықтап алдық, b-ны анықтап алдық. Біздің енді соңғы түзуіміздің теңдеуі y тең болады -3-тен 5 x плюс 3-тен 13-ке тең. Ал енді бұны сәл жоғары көтеріп, бұны графиктен осының дұрыс-бұрыстығына біз көз жеткізейік. Байқап отырсаңыздар, біз егер шыққан бөлшек сандарымыз аралас сан ретінде елестетсек, 13 бөлінген 3 деген 4,3-тен 1. Бұл дегеніміз яғни y осымен қиылысу нүктесі 4,3-тен 1-ге тең деген сөз. Бізде b дегеніміз жалпы бұл y осымен қиылысу нүктесі болғандықтан 4,3-тен 1 шамамен мысалға 1, 2, 3, 4 және де 3-тен 1 сәл шамамен осы жерде. Яғни мен графикті тұрғызғандықтан бұл жерде сәл қателік кетуі ықтимал. Бірақ жалпы егер нақты өлшемдермен сызатын болсақ, дәл осы мән шығады. Ал енді біздегі k-ның мәні
3-тен 5, бұл яғни аралас сан түрінде жазсақ, минус 1,3-тен 2. Байқап отқандарыңыздай, бұл k минус 1-ге тең болғандағандай өте төменге қарай тігірек орналаспаған. Бұл минус 2-ге жақынырақ, бірақ минус 2-ге жетпейді. Сол үшін бізде ол минус 1,3-тен 2-ге тең. Және осымен есебіміз аяқталды.